Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге үй жағдайында өте дәмді, әрі нәзік, кез келген варенімен жасауға болатын булочканың рецебін көрсететін боламын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ұнымызды ыдысымызға електен өткізіп салып аламыз. Енді ұнымыздың ортасын кішкене ашып, оның үстіне жылы сүтімізді құямыз. Сосын 4 ас қасық қантты қосамыз. Барлық заттардың грамдарын мен описаниеда жазып қалдырамын. Сосын қасықтың ұшымен ғана тұзды саламыз. Сосын жұмыртқаны жарып саламыз және үстіне ашытқыны қосып, жақсылап қамыр иіліп алатын боламыз. Ұнымызды елеп болғаннан соң, кішкене ғана бетіне сұйық майды құйып, қамырды жақсылап иілеуін қандыратын боламыз. Егер де біздің қамырымыздың иілеуі жақсылап қанса, біздің булочкаларымыз әдемі, жұмсақ, нәзік болып шығады. Міне достар, біздің ұнымыздың иілеуі жақсылап қанды. Енді ыдысымызға қойып, бетін жақсылап жауып, 1 сағат, 1,5 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Міне біздің қамырларымыз жақсылап көтерілді. Сосын оларды алып, бөліктерге бөліп аламыз. Енді противенге пергамент қағазын төсеп, қамырлардың барлығын үстіне жайғастырып аламыз. Енді қамырлардың үстін жақсылап жауып, тағы да көтерілгенше 15-20 минутқа қалдырамыз. Сосын қамырларымыз көтерілді. Енді оның үстін бетін майлап шығатын боламыз. Өйткені қазір біз таяқшамен бетін майлаған кезде, таяқшамен ортасын тескен кезде қамырларымыз жабысып қалады. Ал енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тесіп болған соң, ішіне өздеріңіз қалауларыңыз бойынша джем немесе варенье қоссаңыздар болады. Сосын оны 250 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің өзінің пешіне қарай.